Әл-Мухи, өмір беруші. Ол денелерге жан беріп, тірілтеді. Кез келген жаратылыстың жағдайын жақсартып, оған жаңа өмір береді, және оның бар болуын жалғастырады. Бұл есімге терең бойлаған адамның жүрегі иман нұрымен жанданып, қайғы мен мұңның орнына жүрегін қуаныш пен шаттық кернейді. Бұл есімді көп зікір еткен адамның иманы артады, денсаулығы жақсы болады, өзін әрдайым жанды, сергек сезінеді. Әл-Мумит, өмірді алушы. Денелерден жан алып өлтіреді. Көбінесе Әл-Мухи, өмір беруші есімі мен Әл-Мумит есімі бірге айтылады. Себебі, біреу болмаса екіншісін түсіну бізге қиындау. Бір жағынан өмір беру және өлтіру Құдайға тән әрекеттер. Осы тұрғыдан бұл екі құдіреттің тек Аллаға ғана тән екенін білу, таухид сенімі тұрғысынан үлкен мәнге ие. Әл-Мумит есімінің мағынасын терең түсінген адам өлімнен қорықпайды. Жанды беретін де, алатын да Алла тағала екенін білгендіктен, оны ризашылықпен қабылдайды. Өлімнің де өз алдына бір нығмет екенін біледі. Сондай-ақ, басына өлімнің әйтеуір бір келетінін білгендіктен, жалғанды жалпағынан басып, өлмейтін адамдай қамсыз жүрмейді. Әл-Хайи, тірі. Ол мәңгі өмір сүреді. Оның тірі болуының бастауы да, соңы да жоқ. Мәңгілік өмір сүру оның Құдай болуының сипаты. Алла тағаланың сипаттарының арасында қосымша түсінікті қажет етпейтіні оның өміршеңдігі. Мысалы, Алла біледі, құдіреті жетеді десе, нені біледі, неге құдіреті жетеді деген сұрақ туындауы мүмкін. Ал Алла тағала тірі, мәңгілік өмір иесі дегенде мағынасы айқын, қосымша мәліметтің қажеті жоқ. Әл-Хайи есіміне терең бойлаған адам рухани жағынан және тұрмыс тіршілігінде өзін үнемі жанды сезінеді. Бұл есімді көп зікір еткен адамның өмір жасы ұзақ болады, науқасқа шипа болады. Әл-Қайюм, бәрін басқарушы және бақылаушы, барлық жаратылыстың өмірін жалғастыруына жағдай жасаушы. Алла тағала өзінің болмысымен бар болу үшін ешкімге мұқтаж және тәуелді емес. Қайта керісінше, бүкіл жаратылыс бар болу үшін оған мұқтаж және тәуелді. Алла тағала барлық жаратылысты жаратып қана қоймай, оларды жаратпас бұрын әр қайсысының бар болуы үшін қажетті жағдайларды әзірледі. Одан кейін де олардың тіршілігі үшін қажеттінің бәрін дайындады. Тіпті ол Әл-Қайюм болудан бір сәт үзіліс жасаса, ғалам іргетасы сөгілген қабырға сияқты ыдырайтын еді. Әл-Қайюм есімінің мағынасын терең түсінген адам жетістікке жету жолында үмітсіздікке ұрынбайды, тәуекелмен әрекет етеді. Бұл есімді көп айтқан адамның ризығы артады. Әл-Уәжид, бай, қалағанын бірден табушы. Нені тапқысы келсе сәтінде-ақ табады, өйткені бүкіл жаратылыс оның құзырында. Әл-Уәжид болған Алла тағаланың кез келген нәрсеге қол жеткізу үшін уақытты күтуі, шара қолдануы, немесе амалын жасауына қажеті жоқ. Еш нәрсе одан жасырына алмайды. Қалаған нәрсесі ол үшін бірден қол жетімді. Ешкім оның құдіреті жетпейтін жерге қашып құтыла алмайды. Осы себепті адам өзін Алладан алыстамын деп санамай, әрқашан оның құзырында екенін сезініп өмір сүруге тырысуы керек. Әл-Уәжид есімінің мағынасын терең түсінген адам өмірінде дұрыс жолды, дұрыс шешімді табады. Мұндай жағдайда бұрынғы үлкен кісілер былай деген: «Ей Раббысын тапқан адам, оны өз күшіммен таптым деп ойлама, ол көмектеспесе таба алмас едің. Ей Раббысын таппаған адам, таппағаның үшін жаратушыны кінәлама, себебі сен оны табу үшін берілген күш-қуатты қате жерлерде қолдандың». Әл-Мәжид, құрметті, сыйлы, жақсы және кемел қасиеттердің бәрі оған тән. Әл-Мәжид есімі Алла тағаланың кемелдікке қайшы келетін барлық қасиеттерден пәк, рақымы мен жомарттығының мол екендігін білдіреді. Әл-Мәжид есіміне терең бойлаған адамның адамгершілігі мол, ізетті, ар-намысы таза болады. Ибн Араби бұл есім жеке тұлғада көрініс тапқанда кемелдікке жетелейтінін айтады. Бұл есімнің мағынасын терең түсінген адам әрбір құлшылығын Әл-Мәжид болған, яғни құрмет пен сыйға лайық болған Раббысына арнап ықыласпен жасайды. Әл-Уахид, жалғыз, біреу, жаратушылық жағынан да, Құдай болу жағынан да жалғыз, серігі, сыңары, ұқсасы жоқ. Әл-Уахид есімі Құранда 22 мәрте айтылған. Оның 16-сында Илях есімімен, 6-ында Қаххар есімімен бірге келген. Бұл бізге Алланың жалғыз болғаны мен әлсіз емес екенін, керісінше, барлық жаратылысты өз бақылауында ұстауға құдіреті бар екенін көрсетеді. Бұл есімнің жаратылыстағы бір көрінісі, жаратылған әрбір нәрсе өз түрінен болғандармен салыстырғанда басқа болмысқа тура ұқсамайды.
яғни әл-уахид есімінің әсері біздің әрқайсымызды жеке тұлға етеді. Осы есімнің арқасында әрбір адам өзіндік, қайталанбас тұлға болып табылады. Әл-уахид есімінің мағынасына терең бойлаған адам қасындағылардың бәрін ерекшеліктерімен, кемшіліктерімен, өздеріне тән қасиеттермен бірге қабылдай алады. Менмендік пен тәкаппарлықтан аулақ болады. Әс-Сәмәд ешкімге және еш нәрсеге мұқтаж емес. Қайта керісінше бәрі оған мұқтаж. Жаратылыстың қажеттерін өтеп беруші. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір кісінің: «Уа Алла тағалам, сенен басқа тәңір жоқ екеніне, сенің әхәд, тек жалғыз, сәмәд екеніңе тумаған, туылмаған және теңдесі жоқ құдіретті екендігіне куәгерлік ете отырып, сенен сұраймын» деп дұға еткенін естиді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: «Жаным құдіретінде болған Аллаға ант етемін, мына адам Алладан дұға еткенде қабыл ететін және сұрағанда беретін ең ұлы есіммен сұрады» деп айтқан. Әс-Сәмәд есімінің мағынасын терең түсініп, оны көп зікір еткен адамды Алла тағала ешкімге тәуелді болмас үшін барлық қиыншылықтар мен мұқтаждықтардан құтқарады. Ол кісі Алладан басқа ешкімге қол созбайды, Алладан басқа ешкімнен көмек сұрамайды. Әл-Қадир мықты, қадірлі. Оны жаратылыстың бәрі қадірлейді. Оған ешкімнің көмегі керек емес. Оның барлық нәрсеге шамасы жетеді. Әл-Қадир есімі Құранда 45 аятта айтылған. Бұл аяттардың бәрінде оның барлық нәрсеге құдіреті жететіні меңзелген. Әсіресе Алла тағаланың адамдарды өлгеннен кейін қайта тірілтетін құдіреті бар екеніне тоқталады. Бұл есімнің мағынасын терең түсінген адам өзіндегі физикалық, рухани күш-қуаттың бәрі Алла тағаладан екенін біледі. Сондықтан оны орынсыз, қажетсіз, зиянды нәрселерге сарп етпейді. Оған деген ризашылығын, берген мүмкіншіліктерін дұрыс қолдану арқылы көрсетеді. Әл-Муқтадир құдіретті. Не істегісі келсе, соны істеуге қуаты жетеді. Оның істей алмайтын ісі жоқ. Әл-Муқтадир есімі Құранда 4 аятта айтылған. Әл-Қадир есімімен түбірлес есім. Екеуі де Раббымыздың құдіретін білдіреді. Дегенмен Әл-Муқтадир есімінің мағынасы Әл-Қадир есімінен де ауқымды және абсолютті, теңдессіз күш пен билікті білдіреді. Бұл есімнің мағынасына терең бойлаған адам басқаларға күш көрсетпейді. Өз күшін ең алдымен нәпсісін тізгіндеу үшін пайдаланады. Өзін өзі ұстай алмаған, жан-жағындағыларды қырып жойып, кейін өкінетін істерді жасайтын адам мықты емес. Себебі хадисте нағыз күшті, балуан, қаһарман, бәрін жеңген адам емес, ашуланған кезде нәпсісіне ие болып, ашуын жеңе білген адам нағыз балуан деген.